439 адам. Джон Уик 439 адамды өлтіріпті 4 фильмде. Бұл карандашпен өлтіргендерді санамағанда. 4 фильм 439 мәйіт. Бұл бірінші факт. Джон Уик Беларусь СССРінде Пригорье дейтін елді мекенде цыгандар отбасында дүниеге келген. Және оның туғандағы есімі Жардан Йованович. Бұл екінші факт. Джон Уикті алғашында сценаристер жасы 60-тан асқан адам ретінде түсіргісі келді. Аты аңызға айналған киллер, яғни шал киллер. Қызық па? Ары қарай көр онда. Лайк басып, тіркеліге сіздермен Асхат Жапаров. Бүгінгі ролигімде тек фактілер. Кеттік. Төртінші факт. Джон Уик ерте жастан жетім қалады. Оны әкесінің досы асырап алып, оның тәлімгері болады және оның қылмысты әлемге алып келген де осы әкесінің досы. Бесінші факт. Киану Ривз Джон Уик фильміндегі трюктардың 90%-ын өз орындады. Ол үшін Киану Ривз 4 ай бойы 8 сағаттан төбелесулермен, қару-жаттығуларымен жаттықты. Алтыншы факт. Джон Уиктің арқасындағы татуировка латынның Fortis Fortuna Adiuvat тіркесі. Ол сөзбісіз сәттілік күштілерді қолдайды деп аударылады. Бұл бүкіл әлем бойынша бірнеше әскери бөлімдердің ұраны ретінде қолданылады. Жетінші факт. Фильмде Джон Уикті әуежайдағы ұшу жолағында өткізген күзетші Род Уитекердің Шибуми атты кітабын оқып отырады. Ол кітап отставкадағы киллердің қайта бұрынғы қылмыстық әлеміне келуі жайлы болады. Және бірінші бөлімде Виго Тарасов Джон Уиктің 3 бірдей адамды жай ғана карандашпен өлтіруі дәл осы кітаптан алынған оқиға. Сегізінші факт. Сіз континентал қонақүйіне бара аласыз. Джон Уик фильмнің көптеген локациясы Нью-Йорк қаласы мен Нью-Йорк көшелерінде түсірілген. Және ол жердің бірі Манхэттендағы 2000 Вильям стриттегі Делманикс мейрамханасы. Осы мейрамхананың сыртқы көрінісі фильмде континентал қонақ үй ретінде алынған, әрине бөлек. Тоғызыншы факт. Джон Уик есімі жайдан жай қойылмады. Сценарист Дерек Колстад өзінің басты кейіпкеріне атасының атын берген екен. Ал атасы болса мәз дейді өзінің атымен киллерді қойғанына. Және 10-шы факт, ол әрине Киану Ривз. Экс-киллер жайлы сценарийді көрген бойда Киану Ривз бірден қызықты. Оның жасаған бірнеше дүниесі ол сценарий. Ривз Дерек Колстадқа Джон Уиктің мінезін қалыптастыруға көмектесті. Одан кейін ол осы байыбектің атына ықпал етті. Алғашында Джон Уик фильмінің жек көру деп атамақшы болған, бірақ кейін Киану Ривз Джон Уикке жұмыс істеп жүрмін деп айта бергеннен соң фильмнің атын солай қалдырайық деп шешкен екен. Қызық болды ма? Онда ары қарай көр. Және сілтемені баста келесі видеомды көрсең болады. Ол жерде Джон Уик туралы тағы да басқа қызықты фактілермен бөліскен болатынмын. Мысалға Джон Уик неге тек бастан ататыны жайлы. Тек сол жақтағы батырманы бастап ары қарай көре бер.